аудандық маслихаттың сессиясына Отырар ауданы әкімі қызметіне жаңа кандидатура ұсынылып, депутаттар тарапынан бір ауыздан қолдау тапты. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігі және Отырар ауданы маслихатының келісімімен Жолдыбай Қайрат Жолдыбайұлы Отырар ауданы әкімі қызметіне тағайындалды. Елді мекендердің санитарлық тазалығын абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын тұрақты жүргізу. Бұл мәселе тек әкімдіктің емес, бүкіл халықтың міндеті болу керек. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлер, мектептің қызметкерлері, әлеуметтік сала қызметкерлері және де өзіміз осы әкімдікке бағынысты қызметкерлер ғана жұмыс істейді, бірақ жалпы тұрғындардың үйрету керекпіз. Мен әрбір кездескен жерде айтып отырамын, қандай да бір инфрақұрылым жүргізетін болсақ, жол жүргізетін болсақ, сол жерді жолдың бойындағы үйлердің, аулалардың барлығы турланған, әктелген, краскіленген, бүкіл қоқыстан тазаланған болу керек. Басты мақсат Отырар ауданы тұрғындары мен қонақтарына жайлы, қауіпсіз, таза, көрікті ауданға айналдыру.